Салем, Дустар! 6 июля, город Актабе. База отдыха Житыказына. Фестиваль красок Холи. Мы, группа The Champions из города Оренбурга, будем скоро с вами. Раз, два, три. Хош келдіңіздер! Негізгі тақырыпты бастамас бұрын сөздің басын Мұхиддин Исаұлы ағамыздың сөзімен бастауды құп көрдім. Кей елдің аздығынан қорықпаймын, көп болса да беріксіздігінен, бекемсіздігінен, әр нәрсеге бір еліктегіш, сезімге берілгіштігінен шошимын. Сезімге құмар, ақылға сараң, желіккеш ел, жаутырмақ бір өрмекшінің құрығына да түсуі оңай болмақ. Хәкім Абай айтқандай, ақыл, қайрат қашанда жүрекке байлануы керек. Жүректен жібі үзілген қайрат түбінде не басын жартасқа соғады, не жардан құлайды. Ал ақыл жүректен өзін алшақ ұзақтап, өз алдына шаңырақ құрғаннан бастап, әзәзіл оған тұзақ құрады. Жүректен ақыл алшақтаса адасқаны алжасқан. Әуелі өзімшілдік тұзағына түскен, ол артынша менмендік пен тәкаппарлық ауына шырмалады. Шырмалған сайын шатаса береді. Мұндайда ол асқақ тауды да бетеге санайды. Мұндай дерт қоғамда көбейсе, қоғамның бірлігіне сызат түсіп, жарық пайда болады. Әркім өзін бір туар санап, өзгені місе тұтпайтынға кезігеді. Жүректе затында жалғыз ғұмыр кеше алмайды. Оның үстіне иманы болмаса, не болмаса қауқарсыз иманы өңешінде қалса, кез келгенге сенгіш, көрінгенге көнгіш, сезімге бойлағыш келе қалады. Мұндайдың санасы да таяз келеді. Бұл тақылеттес қоғамды әлде бір ессіз әуенмен, әлде бір қиял ертегімен елетіп, жетектеп алып кетуі түкте қиын емес. Бұларға ақты осындай әр түрлі тәсілмен қара деп қараны да ақ деп айта берсеңіз, көп ұзамай нақ солай сенетін хәлге жетеді. Ақылы бір жақта, жүрегі бір жақта жүріп, бірліктен айырылған соң, көп нәрсенің пайымына бара бермейді. Есі кеткеннің есімі де кетеді. Бүлікті тілеп тұрған бұларға болмашы себеп те көп келеді. Ал енді негізгі тақырыпқа қайта оралайын. Ібілістің әскерлері жастарды азғырудың жаңа түрін ойлап тапты. Соңғы кездері әлеуметтік желілерде жын ойнақ іс-шаралар көп ұйымдастырылып, Қазақстанның көптеген қалаларында ашық түрде өткізілуде. Мысалыға айта кетер болсам, құшақтасу, сондай-ақ Холи фестивалі және тағы да басқалары. Бұл іс-шаралардың барлығы жастарды азғыруға бағытталған. Осы аталғандардың ішіндегі ең сорақысы құшақтасу. Құшақтасу жастар бір алаңға жиылып, қызы да, ұлы да бір-бірін танысын не танымасын құшақтасады. Шариғатта қыз баланың бөтен еркекпен құшақтасуы былай тұрсын, қол ұстасып амандасудың өзі де тыйым салынған. Некесіз еркек пен әйел дін бойынша бір-біріне бөтен саналады. Бұл жөнінде хадис шарифте былай делінеді. Кісінің басына темір қазық батырылуы некесіз бір әйелге қолының тиюінен де жеңіл келеді. Бөтен әйелмен құшақтасқан еркек шайтанмен бірге шынжырға ұрылып отқа тасталады. Әйелдермен бір жерде жалғыз қалудан сақтаныңдар. Аллахқа ант етемін, бір кісі бір әйелмен жалғыз қалғанда араларына шайтан кіреді. Ей жастар, намыстарыңды қорғаңдар, зина етпеңдер. Жақсы біліңдер, намысын қорғағанға жәннет бар.
Ей әйелдер, тек қана махремдерің болған еркектермен сөйлесіңдер. Махрем болмағандармен сөйлеспеңдер. Ер кісі өзіне бөтен әйелмен оңаша қалмасын. Сөзсіз, үшіншісі шайтан болады. Қол ұстасу, құшақтасу сияқты тыйым салынған әрекеттерге неке қиылмайынша бармауы керек. Ал жоғарыда аталып өткен жын ойнақ іс-шаралардың бәрі шариғат заңдарына қайшы келеді. Әбілістің азғыруына түсіп, нәпсісіне ерік берген өрімдей жас қыздың бөтен жігітпен құшақтасуының соңы зинамен аяқталуы әбден мүмкін. Статистикалық мәліметтерге сүйенер болсақ, елімізде жыл сайын 20 мыңға жуық мектеп оқушылары жасанды түсік жасатады екен. Жоғарыда аталған статистикалық мәліметтердің күрт өсуі осы жын ойнақ іс-шаралардың белең алуымен тікелей байланысты. Бұл ібілістің досы болған залымдардың қазақ қоғамын деградациялауға, жастарды діннен алыстатып, руханиятынан айыруға бағытталған құйтырқы әрекеттері. Бұл залымдар қазақ қоғамын дінсіз еткілері келеді. Себебі діннен алыстаған қоғамда күнәлі істер көп жасалады, һәм ондай қоғамды басқару да қиынға соқпайды. Сондықтан олар бұл тұрғыда аянбай еңбек етуде. Қазақтың өзгеден не көрсе, соны қайталайтын еліктегіш қасиеті жаман. Сол еліктегіштігі бір күні түбіне жетеме деп қорқамын. Ата-аналардың назарына, балаңыздың осы жын ойнақ іс-шаралардың құрбаны болып, қара басып қалмасын десеңіз, мұндай азғындықтарға қатысуына тыйым салыңыз. Рухани тәрбиесіне қатты көңіл бөліңіз. Отбасы мықты болса, әулет мықты. Әулет мықты болса, қоғам мықты. Қоғам мықты болса, ұлт мықты. Жақсылыққа шақыру мен жамандықтан тыюда әрбір адамға жүктелген жауапкершілік бар. Яғни, бұл әрбір адамның атқаруы керек болған маңызды нәрсе. Алла елшісі, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Кімде-кім жек көрінішті іс көрсе, оны қолымен өзгертсін. Егер шамасы келмесе, онда тілімен. Ал бұған да шамасы келмесе, онда жүрегімен өзгертсін. Алайда бұл иманның әлсіздігінің белгісі деген. Әрбір адам өзінің отбасын жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыйып отыруы керек. Себебі әрбір адамның отбасындағы жағдай үй иесіне ғана белгілі, әрі өзі түземесе, оны басқа біреу келіп түзеп бере алмайды. Ондай болса, әйел балашаға, үйге келген қонақтарға насихат жасау әрбір мұсылманның жеке парызы. Алла тағала Құранда: «Әй иман келтіргендер, өздеріңді әрі отбасыларыңды отыны адамдар мен тастар болатын оттан қорғаңдар. Оның басындағы періштелер жуан денелі, қатал. Олар Алланың бұйырған әмірлеріне қарсы келмейді. Не бұйырылса, соны орындайды» деген. Сондай-ақ Алла елшісі, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, әрбірің бақташысыңдар, әрі өзінің қарамағындағылар үшін жауап береді. Басшы да бақташы, үй иесі де өзінің отбасының бақташысы. Әйел де өзінің күйеуінің, үйінің және балаларының бақташысы. Демек, әрбірің бақташысыңдар, әрі өзінің қарамағындағылар үшін жауапкершілігі бар деген. Жақсылыққа шақыру мен жамандықтан тыю барлық кезде де жүру керек. Алайда жасау жолдары шаманың келуіне байланысты. Үй иесі балалары мен әйеліне, үйіне келген қонақтарға насихат айтып, жамандықтарын қолымен тыя алады. Себебі сол үйдегі билік соның қолында, әрі ешкімде бұған қарсы келіп, реніш білдіруіне қақысы жоқ. Қалған жағдайларда да осындай. Ал қолда билік жоқ жағдайда жамандық көрген адам жүрекпен жек көруге тырысу керек. Егер тіпті жүрекпен тыюға шамасы келмей, жек көрініште іске разы болса,
онда ол адамның иманы жоқ десек артық болмас. Ең төменгі иманнан төмен нәрсе болмайтыны айтпаса да белгілі. Алла елімізді мұндай азғындықтардан сақтасын, һәм жаратушы жаппар иеміз бізді тура жолына бастасын.